Армысыз, ардақты ағайын, қадірменді достар. Енді бір-бірімізден кінәздеу болмай, бұл ассалаумалейкум, шалаумалейкум дейтін еврейдің сөзі. Соңғы 4-5 ғасырда Орта Азияда келіп 4-5 ғасыр қолданып жүр. Оғынға дейін қолданбаған. 3-4 ғасыр екен қолданған. Оғынға дейін өзбектер де басқасына амандасқан, түркмендер де басқа, оны тарихтан қараңыздар. Енді қазақтар армысыңдар деп көптеген әдеби кітаптарды қарасаңыздар, Қытай мұрағатындағы бұрынғы сақтардың, аталарымыз ғұндардың үстінде исламда болған жоқ қой. Оларды артуы көп айтады. Сол армысыз деп амандасайық. Барымызда болған жауап беріп жатады. Бұрын үйге кіріп келе жатқанда кеш жарық, армысыздар, кеш жарық дейді. Барымыз ешкім арық дегенде өзіміз құлағымызбен естіп едік. Жақсы, ұлттық құндылықтан айырылған ұлт тарих сахнасынан жоғалады, ассимиляцияға ұшырайды. Тарихы да мемлекет егемендігі барлығы түгел жоқ болады. Сондықтан біз қазақтың құндылығымен, қазақтың амандығымен, қазақтың аман болғанын қалайық, тіліміз жоғалтпайық, діл дейді, менталитет, әдет ғұрпымыз жоғалтпайық, осыған атсалысайық. Сол үшін жанталасып жүрміз. Сіздердің бәрілеріңіздің еңбектеріңіз керемет зор. Рахмет сіздерге. Ассалаумалейкум, Айдос. Мыналарың не, мына жерде қандай кипіш көтеріп жатсыңдар ей? Ұлтшылдық ол исламнан емес. Ислам дінде ұлтқа бөлінбеген да. Алла тағала, араб, қазақ деп бөлмеген да. Сен өзің тіліңді бөл, басқа тілде сөйлеме деген әңгіме жоқ. Білесің ба? Сен мұсылман болсаң, Айдос, сондайыңды қой. Жарай ма? Бұл нақты сенің де жерің емес, бар ғой? Қазақтың жері, анау-мынау деген әңгіме ол да далбаса, ол Аллах берген жер. Қаласа бір күнде сені жерсіз қалдыра салады да. Олай кеудеден қағып. Мысалы, біз қазақ болу үшін ештеңе істеген жоқсың да сен. Алла сені осы жерге әкелді ма? Алла саған Құранын берді ма? Сонымен өмір сүрсеш. Олай ұлтшылдық, ол шайтанның далбаса сөзі, мен саған айтайын, бар ғой? Қазақстанда бұрын бірлік болған. Сен білесің ме, мысалы, қанша халықты бұрын осы жерге Сталин жіберген да, сол кезде қазақ оларға қолын үшін берген да. Орыстар деп, мынандай немістер деп. Если сен сияқты адамдар нацистар болса, онда бар ғой, соғыстан соғыс болады. Ешқандай тыныштық болмайды бұл Қазақстанда. Сен сияқты адамдар болса, онда басқа ұлттар бізді жеп көріп кетеді. Түсінесің ба? Не үшін жеп көреді? Осындай адамдар пайда болған үшін да. Мен қазақпын, мен жоғарымын. Аузубиллах, шайтан да айтқан. Мен одан жоғарымын. Өзін басқалардан жоғары санаған үшін Алла тағала оны жаннаттан шығарып тастаған. Айдос, субханалла, ол тура сенмен бірдей адам. Тақуалығы сенен артылса, Аллахтың алдында ол сенен жоғары. Білесің ба? Ол ұлтшылдық деген әңгіме исламда жоқ, Құранда жоқ. Араб, қазақ деген бөлінбеген. Мұсылман, кәпір деп бөлген болды. Сен өзің намаз, 5 уақыт намаз оқисың ба, бол, сен Аллахтың алдында бір дәрежең бар да. Сен намазың жоқ бол, бірақ қазақ болып кеудеңді соқшы. Субханалла, сен тозақтың түбіндегі адамсың да, мысалы. Мен саған айтайын. Үйтіп сен бөлінбей-ақ қой бұл жерде. Мысалы, біреуді, мысалы, қазақша сөйлей ма, қазақша сөйлесін. Сонда ол сен сыйлайды. Сен оған, мысалы, ол орысша біледі, мысалы, да, қазақша білмейді. Жарайды, сен де оған орысша жауап бер. Еш жерің кемсіп қалмайды. Бірақ ертең хал жағдайыңда бір-біріңе аманшылығын бәрі дұрыс болады. Сен Қазақстанда тұрып сен шаңыраққа қара деген әңгіме ол дұрыс емес. Конечно, если ол палканы перегибать етсе, вот сол кезде болады да. Ал тек қазақша сөйлемедім деп мына әңгімені, о, вообще дұрыс емес досым. Давай, бұны доғарыңдар. Бұл жерде ондай әңгіме басталса, сразу мен группадан лақтырам бәрі. Қазақ бұрын барлық ұлттармен бірге жақсақ тұрған. Базар жоқ, ана доңгаңдардың ішіндегі бір шірік бұлық шығарған адамдар үшін қаншама адамдар зардап шегіп кетті. Көрдің ба? Нақты, тек соларды ұстап, қолдарын сындыру керек еді да. Қолдарын, аяқтарын, мен оған қарсы емеспін. Өтікті басу керек пейді арқасына. Нақты, сондай бүлікті шығарған адамдар. Ал басқа, альхамдулилля, аспанымыз тыныш, бейбітшілік өмірге, басқа артық бізге не керек? Сол бір қарананымыз, құлшылығымыз, басқа ештеңе керек жоқ. Тыныштық, бейбітшілік, бірлік болды. Ақ суымызды ішіп, қарананымызды жеп, Аллаға шүкіршілігімізді айтып, оразамызды ұстап, намазымызды оқып, бір-бірімізге тура түзу көзқараспен өмір сүріп өтейік. Басқасын бәрі далбаса, бұл менің де жерім емес, сенің де жерің емес, Аллахтың жеріне топашылы.